Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерге бүгін өте татымды, яғни сочный болып шығатын, әдемі болып тұратын гүл ханымдар рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен фаршымызға ет тартқыштан өткізілген пиязымызды, жуан немесе жасыл пиязымызды, тұз, бұрыш саламыз және сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды алып, жаямыз. Қамырдың рецептісі каналымда бар, сол жақтан қарап алсаңыз болады. Қамырларыңызды жұқа қылып жайыңыздар, себебі қазір ораған сәтте қалың болып, кейін піскен кезде қамырларыңыздың дәмі көбірек сезіліп тұрады. Міне керегінше жайып болдық. Енді осылай ұзынша етіп тураймыз. Әр турамамызға сұйық майды тамызып, салмамызды сала бастаймыз. Бір жақ шетіне қарай салыңыздар, кейін екінші жақпен жауып, қысыңқырап ораймыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Әрине кішірек болсын десеңіздер, онда қамырды ұзынша етіп кескен уақытта ортасынан бөлуге болады. Гүл ханымдарымыз дайын. Енді қайнап тұрған буға, яғни мантоваркаға немесе пароваркаға 45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Орамамыз пісті. Қаймақ немесе сацебели соусымен ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.